Саламатсыздар ма? Менің атым Тайыр Нұрпейісов, және бұл TestMe каналы. Бүгін математика пәнінен ұбт-ға дайындалу курсында біз пайызға байланысты есепті қарастырамыз. Есептің берілгені видеоның астында жазылған. Есеп барысында мен оны ауызша оқып отырам. Яғни, есептің берілгені келесі. Тауарды 1.386.000 теңгеге сату барысында 10% пайда көрілді. Тауардың бағасын анықтау керек. Яғни, тауардың өз пайызы 100% болсын дейік. Оған біз 10% пайда қосамыз. Яғни, ол дегеніміз 110% болады. Тауардың өз құны 100%-ді x деп белгілейік. Яғни, қарапайым пропорцияны құрайық осы жақтан. X бізде 100%, ал есептің бергені бойынша 1.386.000 теңге, ол сату нәтижесінде 110% болған. Енді есепті пропорцияның анықтамасы бойынша шешейік. X-тің 1.386.000-ға қатынасы 100-дің 110%-ға қатынасындай. Осыдан X-ті табайық. Яғни, екі бөлшекті бөлімін белгісіз бөлшектегі бар бөліміне көбейтеміз. X тең болады 100 бөлінген 110 көбейтілген 1386 бөлінген 30. Бөлшектің алымы мен бөлімін 10-ға қысқартуға болады. Яғни, бөлшектің бөлімінде 11 деген сан қалады. ұбт-да калькулятор қолдануға болмайды. Яғни, алдымызда тура бұрышта бөлу 11-дің 1386-ның 11-ге бөлінетінін білу үшін бұрышта бөлуді көрейік. 1386 бөлінген 11. Яғни, бірден берсек 11 болады. 2-ні түсіреміз. 8-ді түсіреміз. 2-ден береміз 22. 6 болады. 6-ны түсіреміз. 66. 6-тан беріп 66-ны алсақ 0 болады. Яғни, бұл дегеніміз 1386 саны 11-ге толықтай бөлінеді деген сөз. Яғни, біз 126-ны аламыз. 11-ге қыстасақ 126. Және мына жақта 3 0 бар, мына жақта 1 0 бар. Сонымен X тең болады 1.260.000 теңге. Есептің берілгені бойынша бізде 10% пайда көрілді. Осындай есептерді шығару үшін біз заттың алғашқы бағасын табу керекпіз. Яғни, ол үнемі 100% болады. Және алған бағаға байланысты осындай есептерді пропорция құрастырып, пропорцияның заңын қолдану керекпіз. Сол кезде кез келген есепті біз шығара аламыз. Ең ұбт-ға дайындалуға сізге сәт, келесі кездескенше.